Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 72-ші сабақ апатты табиғи құбылыстар, ілік септік. Алдымен балалар біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастырамыз. Ілік септіктің жалғауларын білеміз. 36-шы жаттығу мәтінді оқы. Сел өте қатты нөсерлі жаңбырдың соңын ала немесе өзен бастауына ұштаса таяу жатқан мұздықтардың күн ысығандағы шұғыл еруінен, кейде жасанды бөген суының жағаны жырып бұзуынан пайда болады. Таудан құлаған лайлы таста тасқынның жылдамдығы секундына шамамен 5-10 метрге дейін жетеді. Екпіндей аққан сел тасқыны салмағы бірнеше тонналық тастарды домалатумен бірге діңіне адам құшағы жетпейтін биік ағаштарды тамырымен қоса жұлып әкетеді. Сел тасқыны тау бөктерлеріне таяу орналасқан елді мекендер үшін өте қауіпті. Сел апатынан қорғану үшін қауіпті жерлерге арна, көпір, су бөгендері салынып, тау беткейлеріне қар ұстайтын ағаштар отырғызылады. Алматыда арнайы сел тасқынын бақылау станциясы жұмыс істейді. Оның бақылау пункттері селдің жүру ықтималдығы мен су тасқыны жөнінде Алматы мен оның төңірегіндегі елді мекендерге хабар беріп отырады дейді. Ол кім? Бұл не кітабынан алынған, Енді балалар тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар дейді. Біздер мәтін мазмұны бойынша 5 сұрақ дайындадық. Сел ненің әсерінен пайда болады? Тасқынның жылдамдығы секундына қанша метр? Екпіндей аққан жел тасқынның күші неге жетеді? Алматыда қандай станция жұмыс істейді? Ол станция қандай қызмет атқарады дедік. Келесі сел апаты жағдайында шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр дейді. Балалар, біздер шешім табуға бағытталған 2 сұрақ құрастырдық. Қалай ойлайсың, сел қаупі төнбес үшін қандай жерлерге қоныстанбаған дұрыс? Екінші, сел апатынан қорғану үшін қандай шаралар жасалады? Келесі тапсырма, қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда дейді. Бізде қарамен жазылған сөздер мұздықтардың, тасқынның және селдің. Бізде мұздықтардың деген сөзде түбірі мұз, дық, жұрнақ, тар және дің, олар жалғаулар. Келесі. Тасқынның түбірі тасқынның жалғау. Селдің түбірі сел, дің жалғау. Бұл сөздерге ілік септігінің жалғауы жалғанған. Енді мәліметті оқимыз. Ілік септігіндегі зат есімдер кімнің, ненің, кімдердің, нелердің деген сұрақтарға жауап береді. Ілік септігі атау септігіндегі сөзге ның, нің, дің, дің, тың, тің жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды ілік септік жалғаулары деп атайды. 37-ші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Балалар, сөйлемдерді дәптерімізге көшіреміз. Ілік септігіндегі сөздерді тап, олардың сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айт дейді. Қараңыздар. Теңіздің суы ащы, бұл жерде ілік септігіндегі сөз теңіздің, селдің қаупі жөнінде хабар беретін жүйелер жасалады. Ілік септігіндегі сөз селдің, көмекке ауылдың адамдары келді, ауылдың, ілік септігіндегі сөз күннің ыстығынан қатты шөлдедім. Күннің, бұл ілік септігіндегі сөз. Бұлар сөйлемде анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Келесі тапсырма. 38-ші жаттығу берілген сөздер ілік септігіндегі тұратындай етіп 3 сөйлем құрап жаз дейді. Және сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелдей білуге үйрен дейді. Жаңбырдың суы өте пайдалы. Селдің алдын алу шаралары жүргізілді. Тасқынның кесірінен адамдар баспанасыз қалуы мүмкін. Балалар жазамыз. Бұл ілік септігіндегі сөз, мысалы әрбір сөзге жазып шығыңдар. Мысалы жаңбырдың деген бұл ілік септігіндегі сөз, өйткені ол ненің сұрағына жауап беріп тұр, сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр дейміз. Келесі 39-ші жаттығу сөздерге жалғауларды қосу арқылы ілік септігіндегі сөз жаса дейді. Жалғаулардың сөздерге әртүрлі жалғану себебін түсіндір, ілік септіктегі сөздерді өзі байланысатын сөзбен тіркестіріп жаз дейді. Қараңыздар, балалар, міне, еменнің жапырағы, сауысқанның қанаты, құндыздың терісі, шебердің қолы, аттың тұяғы және сүттің қаймағы.
Енді қараңыздар балалар, мысалы емен сөзінің құрамында жіңішке дауысты дыбыстар бар, иә. Сәйкесінше оған жалғанатын жалғаудың құрамында да жіңішке дауысты дыбыс болады, яғни ның, еменнің. Сауысқанның түбірі сауысқан. Бұл жерде жуан дауысты дыбыстар бар, оған сәйкесінше жуан дауысты дыбысы бар жалғау жалғанады. Басқа сөздерге де дәл осы ереже бойынша жалғаулар жалғанған. Келесі 40-шы жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Аспанның жүзі жарқ етті, ақ найза жерге сарт етті дейді. Ілік септігіндегі сөзді тауып, қай сөзбен байланысып тұрғанын көрсет дейді. Бұл жерде балалар жұмбақтың шешуі бізде найзағай, ілік септігіндегі сөз аспанның, ол жүзі деген сөзбен байланысып тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.